жалғыздың денсаулығы қалай екен? Жұмысы қалай? Отбасы қалай? Немерелеріңіз қалай? Қызықтырмайды ғой сізді. Шабаусыңды. Қояды екен десем, өршеленіп барасың ғой. Мен жақсы көрмедің, мен бақытсыз болдым, маған түк істемедің деп. Сендерге көңіл бөлуге мен байқұста уақыт болды ма? Болған жоқ. Мен баламды не мазалайды деп емес, тамағын ішті ма деп уайымдадым. Мен ертең сендерге тамақ тауып бере алам ба, жоқ па деп содан қорықтым. Өйткені мен жалғыз едім. Мен қиналсам, маған көмектесер. Мен жыласам, мені жұбатар адам болған жоқ. Әкелерің қайтыс болғанда, бірің 5-те, бірің 3-те. Тым кішкентай едіңдер. Еркелетпедің дейсің. Менің жан таласқан өмірім. Сол менің сені еркелеткенім еді. Сен жылағанда мен үндемедім. Сен шаршағанда шыда дедім. Сен құлағанда тұр дедім. Сөйтіп еркелеттім сені. Біз мейірімсіз емес едік. Біз қажыған елдер едік. Кешке жақын үйімізге бір бөлке нан көтеріп келсек, соны жеңісіміз санады. Мам. Біз бәріміз сол өл ара шақтың әйелдеріміз шемішке сатып, пол жуып, аладорба арқалап, сауда жасап сендерге дәптер, кітап, қалам әпердік. Біз баламды жыласа жыласын, бастысы тірі жүрсін дедік. Біз нәзіктігімізді ұмытып, еркек болуды үйрендік. Балаларын жеткізу үшін жастығын, өмірін құрбан қылған мыңдаған әйелдердің бірімін мен. Әйтпесе мені бір жас болмады дейсің бе? Менің де бір киер көйлегім сандықтың түбінде жатқан. Соны киіп, халықтың алдына жарқырап шыққым келмеді дейсің бе? Біз сүйе тұра, сүйгенін білдірмейтін әйелдердің заманында өмір сүрдік. Мама.